Армысыздар, ардақты көрермен, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Жаңа жыл мерекесіне 4 күн қалды. Ал сіз мерекеге дайынсыз ба? Біз бүгін келе жатқан тауық жылына орай балапанның бейнесіндегі ерекше бетперде жасап үйренеміз. Балаларды қуанту басты мақсат. Сондай-ақ ойыншық түрлерімен танысып, сапалы әрі пайдалы өнімді бірге таңдаймыз. Жаңа жылдық ерекше шырша жасап, оны декорлайтын боламыз. Және де бірге үйренеміз айдарында пианино аспабында ойнаудың алғашқы сабағын үйренетін боламыз. Арна қосылы болсын. Ой, қандай керемет. Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы, және де өздеріңізбен әдеттегідей бірге үйренеміз айдары. Бүгін біз өздеріңіз байқап отырғандай фортепианодан, яғни сабақты бірге үйренеміз. Бізде бүгін мұғалім қонақта келіп отырған арнайы маман Аққу, және де кішкентай шәкірті Рауан есімі. Аққу, қайырлы күн. Есіңіз қандай ерекше. Рахмет. Аққу. Ең алдымен Рауан осындай деңгейге жету үшін неден бастады? Ең бірінші, Рауан 3 ай бұрын біздің студиямызға келгенде фортепианоны оның алдында өзі білетін екен. Ең бірінші Рауан сені нотамен үйренді ме, әлде нотасыз? Ең бірінші дыбыстарды есту арқылы таңдадыңыздар. Ритм таңдау, мелодия таңдауды үйрендік. Одан кейін міндетті түрде ноталық грамматика кетеді. Ноталық грамотасы кетеді. Нотаны жаттай бастадық. Шығарманы шамамен қанша уақытта жаттай үйренді? Бір апта. Бір аптадай? Бір апта, 1,5 апта. Өзі жетісіне 2 рет келеді. Жетісіне 1 сағаттан келген уақытта аптасына 2 рет сабаққа келеді, және сонда шамамен алғанда бір 4 аптаның ішінде 2 рет келіп отыр деп есептеңізші. Сонда бір 8 рет әр сабақ сайын жаңа туындылар, жаңа шығарма жаттауға үйренеміз. Ал енді ең бірінші басында келген кезде, мынау кішкентай 3 жастан бастап, мынау кішкентай қолдың моторикасын дамыту үшін 3 жастан бастап шамамен баланы биге, не болмаса музыкаға беру керек екен. Енді келесі қандай шығарма ойнаймыз? Қалай бастаймыз? Қалай үйретті басында апай? Қалай, неден үйретті? Қандай нотадан үйретті? Ең басында си бемоль, біз келгенде постановка рук дейміз. Соль, ля, си, до. Соған кеттік, соған көшейік. До, қайда до? Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Ноталарға қарап отырып үйретесіздер ме? Әлбетте, ең біріншісі нота басылымды түсіреді, нотаға қараймыз. Ең бірінші нотаны жаттайды бала. Одан кейін уже нотаны тану арқылы біз клавиатураға қарап ойнай береміз. Қолдары, саусақтары кішкентай ма балалардың? Жаңағы 2 саусақпен ойнаған кезде талып қалмай ма? Талмайды, өйткені күнделікті жаттығады, күнделікті ойнайды. Ең бірінші не нәрсеге мән беруіміз керек? Білегі, қатты қыспау керек, бос ұстау керек қолын. Мына жерінде сақшалармен басу арқылы дыбыс шығады. Баланы жаңағыдай үйірмеге қызықтырасыздар. Қандай тәсілдер бар? Кеш шаршайды 1 сағаттың ішінде. Аудиорейн четірі кейде жұмбақ қоямын. Қандай нотаны ол, қай өлеңде сен естідің деп. Ал қазір сондай ойынды көрсетейік. Ал? Кейде сұраймын, көңіл күй, мынау кімнің көңіл күйі? Әлбетте мынау көңілді ма, әлде қуанышты ма деп сұраймын. Ал, жақсы, бастайық. Көңілді дыбыстар ма, көңілсіз дыбыстар ма? Көңілді жарайсың. Ал мынау? Көңілді ма, көңілсіз ба?
саналу. Көңіл. Жарайсың. Көңілсіз. Енді соңғысы. Көңілсіз. Тамаша. Кейін ұялып отырмадың. Бірінші сұраққа келгенде отырыстан бастаймыз. Арқаны тік ұстайды оқушы. Қолдарын, білектерін бәрін бос ұстау керек. Еркін ұстаймыз. Еркін ұстаймыз. Қобалжу мүлдем керегі жоқ бұл кезде. Нотаны үйренер алдында өзі музыкада 7 нота бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Фортепианода ол қайталана береді. Бірінші октава, екінші октава, үшінші октава, төртінші октава. Бірден төртінші октава дейін бұл жоғарғы регистрлар. Соған байланысты мысалы до, ре екеуі екі түрлі. Екеуінің дыбыстары екі түрлі. Оны қалай ажыратамыз? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Енді додан тағы да қайталана береді. Ре. Дыбыс өте әртүрлі. Өйткені жоғарыға дыбыс барады. Төменгі регистрді алатын болсақ, додан төмен қарай баратын болсақ, дыбыстары әртүрлі. Өйткені ноталары да әртүрлі болып өзгере береді. Әрине, жаңа жыл болғаннан кейін елімізді құттықтап, барша біздің көрермендерімізді құттықтайтындай бір жақсы шығарма, жаңа жылға қатысты бір шығарманы қазір Рауан өзі орындап береді, иә? Жақсы, бастайық. Бұл яғни бірінші жаңағыдай біз қайырмасына дейін жаңағыдай үйренген шығармасы болатын, е? Рауан екеуміз бір фортепианода 4 қолмен шығарма ойнаймыз, ансамбль деп атаймыз. Рауан жоғарғы регистрда екінші октавада ойнайтын болса, мен төменгі октавада бірге ойнаймыз. Жақсы, кеттік. Кеттік. И фортепианода әр шығармада ойнағанда педальдық белгілену бар. Ол не деген сөз десеңіз, әр фортепианода 2 немесе 3 педальдан болады. Оң жақ педаль, оң жақ аяқ батырмасы деп айтады. Ол дауыс күшейткіші. Дауысты күшейтеді, иә. Керісінше сол жақ педаль дауысын сәл басын қырайды, сәл ақырынға қояды. Көп рахмет сіздерге. Бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы және де бірге үйренеміз айдары. Бүгін біз фортепианоның басынан аяғына дейін қыр-сырын үйреніп білген болатынбыз. Біз сіздермен бірге әрі қарай жалғастырамыз. Арна қосылы болсын. Бізде астаған жарнама.